Енді Трамптың Қытайға баратынына қарсы кешегі кісіге мен бірден осы өтінішімді айттым, мен сізге бір тізімдік берейін, соны Трамптың командасының қолына кіргізе аласыз ба дедім. Қытайға барғанда Ши Цзиньпинге ол енді ауызша айтпайды ғой, Джимми Лейді босат деп. Ол әрине бәленбай құжат кіргізді. Жібер деді. Тарс еткізіп, біраз тізімдік бар, қолымызда дайыны бар, беріп жібердік. Осы тізімдік бойынша жалғыз ғана Джимми Лей ғана емес, осы қаншама қазақты да босатсын, тіпті бүкіл консулагердегі қазақ, ұйғыр, қырғызды, татар, тәжік, өзбекті бірақ босатсын деп қосып жіберіңіз деді. Иә, мен тырысамын деді. Енді ол кісілер, енді ол ақ үйге емін еркін кіріп шыға алатын адамдар ғой, ақ үйге емін еркін кіріп шыға алатын адамдар. Кеше ғана сөйлестік, осы Трамптың Қытай сапары туралы. Енді ол кісіменен менің сөйлескенде жаңағы Трамп Қытаймен жарасуы мүмкін ба деп менің көзқарасымды сұрайды. Мен өз көзқарасымды айттым. Венесуэланы неге алды? Біліп тұрсыз ғой, иә. Мұнайды Қытайдың арзан мұнайын қиды, иә. Венесуэла Қытайдың итеді, иә, келісіп отыр. Иранда сол Қытайға сутегі мұнай берді ғой, иә. Енді оны қиды. Енді Қытайға сутегін арзан мұнай беріп отырған бір ел қалды дедім. Күліп кетті. Өз еліңді тығасың ба дейді. Иә, өз елімді. Трампқа сен осыны айтшы дедім. Трампқа осыны айтшы дедім. Қытайға арзан мұнай беріп отырған екі елдің диктаторының көзін құртты. Венесуэланың диктаторын барымталады. Иранның диктаторының көзін құртты. Енді мына қазақ диктаторы бар дедім. Қазақтың диктаторы бар дедім. Олар да Қытайға судан арзан беріп жатыр мұнайды дедім. Уранды да беріп жатыр, сирек жер элементін де беріп жатыр, бүкіл проектіні беріп қой, жерді берді. Енді қазақтың ішінен, ел ішінен мемлекет құрып бермекші Қытайға. Алатау Сити деп атын айтып қой, тағы мүмкін мұнайлы, кенішті жерлерді Қытайлар қоршап алып, тек Қытайлар өздері басқарып, өзі қазатын қып беріп қояма, мына сұмдығын бәрін істеп жатыр дедім. Себебі бұл Назарбаевтың 30 жылда ұрлаған байлығын бұл санаулы бірнеше жылда ұрлап, бұл да сол Назарбаев сияқты қашпақшы дедім.